Саламатсыздар ма? Мен Қопа орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Байғұтты Жанайым. Менің жобамның тақырыбы оқу процесіндегі географиялық модельдеу және оны жасанды интеллектпен қолдану. Жобаның мақсаты білім беру сапасын арттыруға, кеңістік ойлауды дамытуға және білім алушылардың цифрлық және зерттеуші құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Жобаның міндеттері жасанды интеллектті білім беру саласындағы және географиялық модельдеу қолдану мүмкіндіктерін ашатын ғылыми әдістемелік дереккөздерді анықтайды. Жасанды интеллекттің тақырыбына географиясын, оның ішіндегі сулар тақырыбында дидактикалық мүмкіндіктерді талдау және білім алушылардың ғылыми зерттеу және цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға бағытын жасанды интеллект географиялық білім беруін біріктіруге педагогикалық мәндерін анықтау. Ең алдымен география модельдеу дегеніміз ол географиялық нысандар мен үдерістердің моделін құру, қолдануын негізделген таным әдісі. Білім беру саласындағы географиялық қолданылатын модельдердің жіктелуі ол екіге бөлінеді. Яғни физикалық география модельдеу, әлеуметтік экономикалық модель. Бізде бұл физикалық, бізде табиғат үдерістері мен объектілерді білінеді. Яғни климатты, рельефтерді және гидрография мен топырақты өсімдіктерді, табиғат зоналарын көрсету. Ал әлеуметтік бұл бізде географиялық кеңістікке жүріп жатқан әлеуметтік және экономикалық үдеріс пен құбылыстарды қорытылады. Жасанды интеллектті географиялық модельдеуге біріктіру төртке бөлінеді. Яғни деректерді өңдеу, болжау, модельдерді оңтайландыру, автоматты жұмыс жүйесі. Деректерді өндіру дегеніміз жасанды интеллектті арқылы деректерді түсіндіру. Ал болжау дегеніміз география ортаның өзгерістерінің болжауды жасанды интеллектті қолдану. Ал модельдер оңтайландыру дегеніміз географиялық модельдеудің дәлелдігі мен тиімділігін арттыру. Автоматты жұмыс жүйесі географияның модельдерін құру және өндіруге жатады. Виртуалды шынайылық пен жасанды интеллекттің географиялық модельдеу жіктелуі. Иммерсивтік визуализация, ақпараттарды өңдеу, модельді оңтайландыру. Бізде иммерсивтік визуализация виртуалды шындықты интерактивті карталар және ландшафттарды жасау. Яғни жасанды интеллектті шынайға айналдыру. Ақпараттарды өңдеу. Жасанды интеллекттің көмегімен кеңістікті деректерді өңдеу. Яғни жасанды интеллект арқылы бізде бірнеше заттарды өңдеу. Модельді оңтайландыру. Жасанды интеллект арқылы географиялық модельдердің дәлелдігі мен шынайылығын арттыру. Яғни жасанды интеллект арқылы құбылмаларды түсіндіру. Ал білім беру ортасындағы VR және AR жүзеге асырудың техникалық құралдары. Бізде смартфонда негізделген мобильді VR. Яғни ол бізде осылай келеді. Бұл смартфонда негізделген мобильді VR. Ал бізде виртуалды шынайылыққа арналуы тулыға. Бұл бізде шынайылыққа арнаулы. Ал толықтырылған шынайылық көзілділік осылай болады. География сабақтарында заманауи технологиялар мен гаш қолдану. Яғни заманауи сабақтарда бізде жасанды интеллектпен қолдану, сабақты жасанды интеллектпен түсіндіру. Яғни заманауи технологиялар білім беру сапасын арттыру рөлін атқарады. География сабақтарында жаңа технологияларды пайдалану арқылы балаларды интеллекті әдістермен үйрете аламыз сабақты. Келесі жүйеміз ArcGIS геоаппарат жүйесін қолдану. Яғни бұл жерде бізде өзен арнасын кеңею үрдісін анимациялық форматта модельдеу. Материал оқушылардың кеңістік ойлау қабілеттерін дамытуға, географиялық карталарды талдау білу дағдыларына қалыптастыруға және экологиялық мәселелерін терең түсінуге ықпал етеді. Арал теңізінің тартылу кезеңі, яғни 1977 мен 2021 жылдары. Бізде бастапқы жылда осылай 1977 жылы осы Арал теңізі болды. Бірақ өте келе уақытта бізде 2021 жылы Арал теңізі тартылып қалды. Ақтөбе қаласы Хамта ауданы Қопа ауылы Қопа орта мектебінің базасында өткізілді және 9-10 сыныпты оқушыларын қамтыды. Бұл сыныптың таңдалуы олардың жас ерекшелігі мен оқу бағдарламасында мазмұны сәйкес келеді. Бізде эксперимент қатысушылардың құрамы 9 сыныпта 13 оқушы, 10 сыныпта 14 оқушы алдық. Олардың орта жас есептілігі 14 пен 15 жас. Яғни 9 сыныпта ер балалардың 7 оқушы, ал қыз балалар 6. 10 сыныпта ер балалар 7 саны, ал қыз балалар 7 санын алдық. Негізгі бұл біздің эксперименттің жүргізу барысы.
Қазақстанның ішкі суларының түрлері өзендер тақырыбы бойынша жүргізілген эксперимент орындау құралдары мен кезеңдері. Яғни оқушылар цифрлық сауаттылығының деңгейі төмен 19%, яғни төмендігі 19%, ал жоғарғы пайыз 23%, ал орташа деңгейді пайыз 58%-ды құрайды. Орта мектебінің тапсырма деңгейінің диаграммасы, яғни бұл жерде тапсырмаларды белгілейді. Қазақстанның ішкі сулар тақырыбы оқу кезеңінде жасанды интеллект негізіндегі модельдеу технологиясын енгізу бойынша әдістемелігі нұсқалаулар. Яғни Ponty, Dreamfuse, SketchUp немесе жасанды интеллект жасартылған QSys сияқты платформаларды пайдалана отырып, оқушылар нақты геодеректерді, спутниктер, суреттер мен және мәтіндік сипаттамаларды түсінеді. Бұл бізде 1970 жылы Сырдария өзенінің аттырауы, яғни Ponty платформасымен жасалған. Ал бұл бізде Арал теңізі 3D моделімен Сора ай платформасымен жасалған. Ал бізде Жайық өзенінің 3D моделі, бұл Ponty платформамен жасалған. Жоба барысында YouTube платформасына таңдалған VR форматындағы бейнесуреттер каталогын ұсынамын. Қорытынды: қазіргі заманның білім беру жүйесінің цифрлық және трансформациялық дәуіріндегі жаңа мүмкіндіктерді беру жол ашуда. Жасанды интеллект, яғни жи технологиялар осы өзгерісті қамтиды. Жоба жасанды интеллекттің географияны оқытудағы рөлі мен оның білім беру процесінің ықпалын зерттеуге алып келеді. Зерттеу нәтижесін көрсеткенде, жасанды интеллект технологияны қолдану географиялық модельдеудің жаңа деңгейін көтереді. Оқушылар теориялық сабақты ғана емес, жасанды интеллект не екенін түсіне біледі. Жасанды интеллект, яғни бізде жасанды интеллект сабақ барысындағы географиялық сабақтарында өте керек деп ойлаймын. Себебі жасанды интеллект ол бізде балаларға түсіне білуге, 3D форматында түсіндіруге керек деп ойлаймын. Қазіргі балалар ол бізде ізденуге саласында жұмыс істейді. Оқушылар ізденуді қалайды, яғни іздене біліп, ол өзінің білімін арттырғысы келеді. Сол секілді жасанды интеллект бізге көмек береді. Яғни 3D форматында біз оқушыларға сабақты түсіндіре аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.